күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен одеяло пирогын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен 2 дана жұмыртқа, сосын қант керек болады. Сол екеуін жақсылап араластырып, көлемі 2 есе ұлғайғанша араластыратын боламыз. Содан соң жылы сүтімізді қосып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Егер сіздерде миксер болса, миксермен араластырып алсаңыздар болады, немесе осылай венчиктің көмегімен де араластырып жасауға болады. Содан соң ұнымызға разрыхитель тестімізді қосып араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде ұн ситадан өткен болуы қажет. Сол кезде түйіршіктер ішінде қалмай, массамыз таза күйінде араласатын болады. Содан соң мен какао қостым, шоколадный қылып жасау үшін. Әрине ол өз қалауларыңызға қарай 30 грамм какао қосатын боламыз. Оны да ситадан өткізіп алсаңыздар болады. Түйіршіктері қалмау үшін. Массамыздың көлемі осындай болып тұру керек. Сосын сұйық майымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Менде сұйық май көп секілді көрініп кеткен, бірақ осылай жақсылап араластырып алатын болсаңыздар, масса өз қалпына келетін болады. Міне біздің дайын массамыз. Оны бір шетке алып тұратын боламыз. Менің арнамда жаңа видеолар маған тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Және осы пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне содан соң бізге керегі творог, бір жұмыртқа, қант, содан соң кукурузный крахмал керек болады. Барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Менде блендер жоқ болғандықтан творогымызды шаншқының көмегімен езіп алдым. Сіздерде келіп блендер болатын болса, сонымен езіп алсаңыздар болады алдын ала. Немесе творожный сырды қолдансаңыздар болады. Міне осылай жақсылап араластыратын боламыз. Араласқан кезде түйіршіктері қалмайды. Массасы өте күшті болып шығады. Міне бізге керек дайын массамыз шықты. Сіздер оны кондитерлік мешокқа салып, үстінен жағып шықсаңыздар болады, немесе мен сияқты қасықтың көмегімен жақсаңыздар болады. Бірақ кондитерлік мешокқа салып жақсаңыздар өте әдемі болып көрінетін болады. Міне массамыз өте әдемі болып шықты. Жасап көріңіздер. Бізде 24 дециметрлі қалып, сіздер де жоқ болса, кольцоға салып пісіре берсеңіздер болады. Міне дайын болған шоколадный массамызды құйып алып, осылай жақсылап құйып алатын боламыз. Бір тегіс етіп жайып алатын боламыз. Осылай бір тегіс болу үшін кішкене 1-2 рет ұрғылап, жақсылап жан-жағына жеткізіп алатын боламыз. Содан соң жаңағы творогтан жасалған начинкамызды бетіне осылай жағып алатын боламыз. Сол кезде одеяло тәрізді болып көрінетін болады. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Және де менің арнамнан қандай рецепт түрлерін көргілеріңіз келеді, соны комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Менде қанша грамм қосқанымды барлығын описание бөліміне жазып кететін боламын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.
осылай бір тегіс етіп жағып шығатын боламыз. Содан соң 180 градуста қызып тұрған пешке 30-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Ас болсын.